Қайырлы күн. Әлібек аға, мен қазір. Жақсы. Қазақстан жастары, біз бүгін драйв бағдарламасының екінші санындамыз. Бүгін бізде қонақта боксшы, Қазақстанның еңбек сіңірген шебері, құрмет орденінің иегері Әлібек Ниязымбетов. Өзіңізбен тікелей эфирде қауышқанымызға қуаныштымыз, Әлібек мырза. Саламатсыздар ма? Иә, қуаныштымыз. Рахмет. Бізде Түркістан жастар ресурстық орталығы, облыстық орталық, яғни Түркістан жастарымен тілдесуге, кездесуге, тікелей эфирде болсын келіскеніңізге көп рахмет айтамыз. Бүгін Түркістан жастарын қанаттандыратын, жалпы өзіңіздің жігерлендіретін мотивациялық сөздеріңізбен бір демеу бересіз деген ойдамыз. Ең бірінші, өзіңіздің қалыңыз қалай, аға? Рахмет, Аллаға шүкір, аманбыз. Жақсы. Карантин қалай өтіп жатыр? Карантин енді бұлай жаман емес. Енді біз халыққа енді әрине жұмыстары, бірлердің жаңа кредит төлеулер, енді әртүрлі мәселелер бар ғой енді. Оның енді біз өзіміз спортта болғасын, енді тек бізге спорт залға баруға рұқсат берсе, соның өзі жеткілікті деп ойлаймын енді. Мен енді сұхбаттың алдында өзіңіз туралы біраз бағдарламаларды қарап шықтым. Сонда спорттан кету туралы көбірек айтқан екенсіз. Жалпы кәсіпқой спортқа бармауым да келмеуім де мүмкін дегендей сөздер айтқан екенсіз. Дәл қазір Әлібек Ниязымбетов немен айналысып жүр? Шығармашылығын, яғни өзінің карьерасын қалай жалғастырып жатқанын білгіміз келеді. Енді мен боксты қойғаныма 2 жылдан асты. Қазіргі таңда мен Астана қаласында бокс даярлау орталығында сол жерде әдіскер болып қызмет істеймін. Бірақ қазір Ақтау қаласындамын. Енді қазір індетке байланысты бізде қазір Астанада жұмыс жоқ. Сосын қазір Ақтауда. Сол Ақтауда демалыс. Дегенмен жаттығуға барып тұратын шығарсыз, иә? Міндетті түрде спортшының бір режимі бар ғой. Иә. Біз енді жаттығуға бармасақ. Күніне неше уақыт? Күніне енді егер біз енді өзіміз бокста болған кезде, жаңа жарысқа дайындалу керек болған кезде, күніне 2 рет істейміз, таңертең кешке. Қазір енді жарыс жоқ болған күніне 1 рет өзімізге жеткілікті. Форманы ұстап тұру үшін. Денсаулығыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Көпшілік сіздің денсаулығыңызға да алаңдайтынын білдіріп жазған екенбіз сіз туралы реклама бергенде, жарнама бергенде. Қазір енді ондай қатты алып баратқандай енді жаттығуға барып жүрген жоқпын ғой енді. Қиналатындай, нагрузка болатындай. Сондықтан қазір белім жақсы, Аллаға шүкір. Енді біз жастар орталығы болғаннан кейін көбінде сұхбаттасушылардан осы мотивациялық, жігерлендіретін өздерінің оқиғаларын, жалпы сол туралы көбірек сұраймыз. Өзіңіз осы спорттан кеткенде, менің ойымша, кез келген спортшы үшін ол бір кәдімгідей соққы болуы мүмкін, иә? Соққы деп қабылдайтын шығар психологиялық түрде. Сіз сол бір кезеңді қалай өткердіңіз? Жалпы адам дейтін, енді әрбір боксшының өзінің арманы олимпиаданың шыңы ғой. Енді мен Аллаға шүкір 1 рет емес 2 рет барып келдім. Енді өзімнің жаңа алға қойған мақсат арманымды орындадым деп ойлаймын. Баратын жерлерге бәріне барып келдік, жақсы нәтижеге де жеттік. Аллаға шүкір, енді оған өкінбеймін. Олар бітті. Спорт деген енді өмір бойынша емес қой енді. Әр адамның өзінің спортқа берілген өзінің жылы болады деп ойлаймын. Сондықтан ештеңеге өкіну жоқ. Бокс қойғаннан кейін ары қарай тағы да жұмыстар бар, басқа шаруалар бар. Соларға мақсат қойып, соларға жету керек деп ойлаймын.
Мен біздің оқырмандардың есіне сала кетейін, біз драйв жобасының аясында боксшы Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Лондонда және Рио Жанейродағы жазғы олимпиада ойындарында 2 рет күміс медаль алған біздің боксшымыз Әділбек Ниязымбетовпен сұхбаттасып отырмыз. Өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса және өздеріңіздің тілек пікірлеріңіз болса жаза отырсаңыздар болады. Әділбек мырза, сонымен қатар сіз өзіңіз жаңа айтып жатсыз ғой, боксшылар даярлау мектебінде әдіскер болып жұмыс істеп жатырмын деп. Бір сұхбатыңызда шәкірт тәрбиелемейтін шығармын, бапкерлікті жаңағыдай кәсіп көрмеймін деген сияқты айтқан екенсіз. Жалпы осы туралы не айтасыз? Қазір қателеспесем, демек шәкірт тәрбиелеп жатсыз, иә? Иә. Жоқ, жалпы шәкірт, мен басында айтқанмын, негізі шәкірт тәрбиелеу өте қиын. Оны енді кез келген адам, жаңағы боксшы, жаңағы тәжірибесі мол, жаңағы олимпиадаға барып келіп, осыдан күшті тренер болады деп, енді жаттықтырушы болады деп. Енді бұлай көбісі айтады, біздің балаларымыз тәрбиеле, боксшы болсын, сендерге ұқсаған деп. Бұл жаттықтырушы болуды, бұл өзінің баласын қалай тәрбиелейді, өзінің баласымен қалай тәрбиелейді, солай тәрбиелеу керек қой. Сондықтан ол да оңай шаруа емес. Сондықтан мен басында айтқан, қазір кішкене қиындау, ол бапкер болмаймын. Біздің елімізге бокс даму үшін сіз секілді бапкерлер қажет деп ойлаймын, себебі сізде тәжірибе молырақ қой. Бірнеше рет халықаралық жарыстарда болдыңыз және 2 рет олимпиадада жүлдегер атандыңыз. Сондықтан сіз бөлісетін тәжірибе көп сияқты. Мына жерде мен келген сұрақтарға ақыл кеңесімізді айта аламыз. Ақыл кеңесті кәдімгідей қалай еңбекте өңде, қалай жарысқа өзіңді настройлап, өзің настрой болу үшін солай қалай істеу керек, соларды айта аламыз. Енді бапкер болу әркімнің өзінің несі бар ғой енді. Мен өзім бапкер болмайтын болғасын, солай шештім. Мына жерде мен пікірлерді де оқи отырайын, иә. Алтын алмаса да Әділбек біз үшін алтыннан да қымбат дейді. Мына бір сұрақ келген екен, енді пікір ретінде келген сияқты, ол жақта кім алтын алатынын алдын ала шешіп қояды деп, енді олимпиаданы айтып тұр ғой деп ойлаймын. Осы туралы сіз не айтасыз? Жалпы солай болуы мүмкін ба? Жоқ әлде ол жерде шынымен шеберлік, бап, қайсысы алға шығу керек? Енді мен айтпаймын ол жерде таза болады деп. Әрине болады, бірақ енді өзің мықты болу керексің ғой. Өзің қарсыласыңнан 2 бас жоғары тұрсаң, енді ол жерде қалай болғанда да саған беруге болады. Сондықтан мықты дайындалу керек. Мықты дайындалу керек. Ол төреші жағын, ол жаңағы төрешілерді, ол шешетін адамдардың өздері, жоғары отқан адамдар өздері шешеді. Бізге тек айтады, осындай бокстасу керек, осы жарысқа жақсылап дайындалу керек. Осы қарсыласың болады, осы қарсыласыңмен қателіктерін қарап, бағалап, дұрыстап дайындалу керек деп осылай тапсырма берді бізге. Біз соны енді орындауға тырысамыз. Қазақтың сіз сияқты мықты жастары барына қуанамыз дейді. Сондықтан Әділбек таза чемпион деген жақсы бір пікірлерін жазып жатыр екен біздің оқырмандар. Мынадай сұрақ келіпті, осы кезге дейін қанша жекпе-жек өткіздіңіз дейді. Өзіңіздің спорт боксшы ретінде карьераңызда неше рет кездесу болды және оның нешесі жеңіспен аяқталып еді? Мен оны есептемеппін, шынымды айтайын. Онда есте қалған бір кездесуді айтайықшы, өзің үшін басқасынан қиын соққан немесе басқасынан бір ерекше болған кездесу бар шығар. Ол кіммен болып еді, қалай болып еді, сол кездесуді еске алсақ? Енді бұлай ірі жарыстардың әрқайсысы есімде ғой. Олар енді естен кетпейтін тарих, сондықтан әрқайсысы есімде. Бірақ мен кездесу санын бұлай жүргізбейді екен. Олимпиада енді өте әрбір боксшының арманы, былай қарағанда енді бәрін бүкіл құрама команда жақсы дайындалды ғой олимпиадаға. Енді біреулердің бағы шапты, біреулердің бағы шапты деген сияқты. Енді біздің құрама командада барлық боксшыларымыз
10 боксшымыздың бәрі жақсы дайындалып барды. Өте жақсы дайындалып, дайындық үстінде болдық Олимпиаданың алдында. Неше түрлі жаңа жаттығулар болды. Енді бұл жерде біздің балдардың енді көбісі жаңағындай өзінің жаңағы күштілігін қолдана алмай қалды. Ондай кездер де болды. Енді әркімнің жаңа айттым ғой, біреуін бағышат, біреуін бағышатпады деген сияқты. Сондықтан енді сол Олимпиададан кейін негізі біраз қазір мықты боксшыларымыздың көбісі кәсіпқой боксқа ауысып жатыр. Ауысып кетті. Данияр бауырларымыз, Жәнібек дейтін бауырларымыз бар. Әлімханұлы. Иә, Данияр Елеусінов сияқты. Енді көбісі сол жаққа кетті қазір. Мадияр Ашкеев, Мейір Нұрсұлтанов, қазір боксшыларымыздың көбі. Өзіңізде әуелгі кезде сондай жоспар болып па еді, бір кәсіпқой боксқа кетемін деген? Жалпы болды, бірақ енді өзінде ондай аса қызығушылық болған жоқ. Енді өзімнің тек бокстасқым келгені осы тек әуесқой бокстасып, сонымен аяқтасам ба деген сондай не болды. Өзімнің планым сондай болды. Жалпы бірақ ұсыныстар түсті бокстасып жүргенде. Әділбек мырза, былай ғой, негізі қазақ бір ырымшыл халық қой. Өзіңіз сол олимпиадаларға барған кезде, немесе бір кездесулердің алдында қандай да бір жоралғыңыз, бір әдетіңіз бар ма еді, үнемі жасайтын, сыйынатын деген сияқты? Өйткені мен сіздің суреттеріңізді қарап шықтым, иә, көбінде бір сыйынып тұрған суреттер көбірек екен. Енді Алла Тағаладан басқа ештеңе сыйынбаймыз ғой. Алла Тағаладан дұға сұраймыз. Мына жерде сұрақтар келіп жатқан сияқты тағы да. Сіздің жолыңызды берсін бізге дейді. Әділбек, сізге денсаулық және тек жеңіс тілейміз деген сияқты ізгілік тілектерін біздің Түркістанның жастары жолдап жатыр. Мына жерде ең қазір менің көзіме түсіп отырған сұрақ, жеке өмірі туралы да айтса деген сұрақтар келіп жатыр. Мен сұхбаттардың барлығынан сол сұрақтың да жиі қойылатынын байқадым. Егер өзіңіздің қалауыңызбен жауап беремін десеңіз, жалпы жеке өміріңізде қандай жаңалықтар бар? Жеке өмірімде енді әлі отбасы құрған жоқпын. Енді қазір осы індеттен аман болсақ, енді аман есен жетсек, бұйырса бәрі болады деп ойлаймын. Мына тойға байланысты сұрақ қоя кетейінші. Жалпы карантин кезінде тойға барып көрдіңіз ба? Бардыңыз ба карантинде тойға? Той жасауға қалай қарайсыз карантинде? Білмеймін, менде ондай қатты қызығушылығы жоқ, ондай тойға барып. Сақтық шараларын ұстанып жүрсіз ба қазір? Әрине. Байланыс нашарлап жатқан сияқты, иә, мен қателеспесем. Оқырмандардан сұрай кетейікші. Дауысымыз дұрыс естіліп тұр ма? Сіздің дауысыңыз үзіліп естіліп жатыр. Енді мұнда сет нашар болып шығыр. Интернет нашар сияқты, интернет нашар сияқты болып тұр ма? Естіліп тұр ғой, менің даусым, сізге сұрақтарды қоя берсем. Естіліп тұр ма? Иә, енді естіліп тұр, иә? Естіліп тұр, иә.
келесі сұрағым, менің сұрағым келгені, жалпы боксшылардың көпшілігі жаңағы өзінің карьерасына жеткеннен кейін, олимпиадаға жүлдегер, чемпион болғаннан кейін кәсіпқой боксқа немесе саясатқа барып жатады. Өзіңіз осы саясат мәселесіне қалай қарайсыз? Жалпы билікке қызығып, саясатқа қызығатын кездеріңіз болды ма? Немесе сондай ұсыныстар болды ма сізге депутат болуға дегендей? Иә, әрине. Ондай мақсат, ондай жоспарымыз бар. Енді бірақ ары қарата қалай болатынын енді білмейміз. Бірақ мақсат бар. Сол мақсатпен жүреміз. Халыққа қызмет етіп, осы спорт саласының айналасында жүреміз. Спорт саласында. Өзіңіз спортшы ретінде біздегі қазақ спортын дамыту үшін қандай жолдарын, қандай бір әдістерін ұсынған болар едіңіз? Енді қазіргі таңда естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Қазіргі таңда біздің спортшылардың жалақыларын азайтып тастады. Ол бірінші мәселе. Және де екінші, бапкерлердің жалақыларын аз қылып тастады. Жалақыларын кішкене көбейтіп, сосын мысалы бізде шетелде, Германияда, мысалы, неміс қаласында. Оларда, мысалы, жалақылары ондай көп емес. Осы біздер сияқты 300-400 мың теңге алады. Бірақ оларда өмір бойына, ертең боксты қойып кеткен жағдайда өмір бойы медицинский жағын қамтамасыз етеді олар. Бәрі тегін, өздерінің жаңағы несімен. Сондай сияқты бір өзіміздің боксшыларымызға да бір осындай бір, тек боксшылар емес, бүкіл спортшыларымызға осындай бір жақсы жақтарын қарастырса жақсы болар еді деген ұсыныстарымды айтар едім. Өзіңізге шетелден шетелдің атынан спортқа шығу немесе шетелдік жастарды тәрбиелеу үшін бапкер болу жөнінде ұсыныстар түсті ма шетелдерден? Жоқ, ондай ұсыныс түскен жоқ. Жалпы қарастыратын бедіңіз, немесе өзіңіз ұсынып көрген кезде? Жоқ, бапкер болуға енді өзім кішкене жас кезімнен бері айтып қойғанмын. Өзім өз кезім мынандай салада жұмыс істеймін, осы спорт саласында ары қарай алып кетемін деп. Бірақ бапкер болу менің ойымда ешқандай ондай болмады. Өзіңізді жеке қалған уақытта қалай жігерлендіресіз? Қандай сөздерді өзіңізге жиі айтасыз? Мен мықтымын, барлық заттар жасауға болады, жоспар қою керек. Негізі адам баласы, енді жастарға да мысалы айтып кететін болсақ, негізі әр заттың өзінің мысалы қиыншылықтары болады. Спорт жағы болсын, басқа сала жағы болсын. Сол заттарға бірінші адам дейтін ең басы жоспар қою керек, мақсат қою керек. Болды. Спортшы болмасам, мен оқымысты болар едім деп айтқан екенсіз. Мектепте қандай оқушы болдыңыз өзіңіз? Мектепте жақсы оқыдым мен. Қыздармен жарысып оқитынбыз. Қазір оқуға уақыт бөлесіз ба? Кітап оқуға, соңғы оқыған кітаптарыңыз қандай, жастармен бөлісе отырсаңыз? Енді әрине, біз енді өмір бойы спорт болмайтын болғасын, енді кітап әрине, кітапта оқу керек қой. Оғанда кішкене сауат керек, кітап оқу керек. Біздің бапкерлеріміз айтып отыратын сол, жаттығу кезінде бос уақыттарыңда кітап оқыңдар деп. Абай атамыздың жаңағы қара жолдарын жаттаңдар деп осындай тапсырма беретін бізге. Өзіңіз соңғы рет қандай кітап оқыдыңыз, қашан оқыдыңыз? Осыдан 3-4 ай бұрын оқыдым. Қандай кітап есімде қалған сияқты? Сол Абайдың қара жолдарын оқығанбыз. Абайдың қара сөздерін? Иә.
естіліп тұр ғой, иә? Мен иә, сіздің түріңіз бұлдырап, даусыңыз дұрыс естілмей тұр бізге. бірақ сіздікі естіліп тұр менде. Иә. Сіздердің Бізге оқырмандарда көптеген тілектер жазып жатыр екен, мен бірнешеуін оқып кеткім келіп тұр. Естеріңізге сала кетейін, мына жерде Жанпейіс аға деп жазған екен. Бізде Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, боксшы Әділбек Ниязымбетов бүгін эфирде. Мынандай сұрақ қойыпты: Рио Олимпиадасына Али Ахметов неге бармады деген сұрақ келген екен. Осы туралы пікір білдіре аласыз ба? Али Ахметов неге бармады дейді. Енді оны мен қайдан білемін. Сізге және депутат болудың уақыты келді деген сияқты пікірлерін айтқан оқырмандар бар екен. Жалпы өзіңіз артқа бір қарағанда не істемегеніңіз үшін өкінесіз? Ештеңе өкінбеймін. Ал жастарға, 18 жасар, 20 жасар жігітке қандай ақыл айтқан болар едіңіз? Аянбай еңбек істеу керек, тер төгу керек. Еңбексіз ештеңе болмайды. Сондықтан еңбек істеу керек. Жалпы өзіңіз спортшылар... Еңбек, бәрін жеңбек деп бекерден бекер айтпаған ғой. Сізге де еңбегіңізде мол табыстар тілейміз. Жалпы спортшылар бір-бірімен қалай араласады? Мысалы, өзіңіз Олимпиадаға барған спортшылармен, боксшылармен қандай қарым-қатынастасыз қазір? Әрине, біздер жақсы қарым-қатынастамыз. Біз енді ауызбіршілік жақсы болды бізде, құрама команданың балдарымен. Енді қазір көбісі кәсіпқой боксқа кеткенімен де қазір осы Instagram желісінде, WhatsApp желісінде былай телефонға шығып, қал жағдайларын сұрап, дайындықтарын сұрап, кей кезде ақыл кеңес айтатын кезде ақыл кеңестерімізді айтып бөлісіп тұрамыз. Сізді енді көпшілік спортшы ретінде таниды ғой. Жақында сізді ән өнерінен де көріп қалдық, ән айтқаныңызды көрдім, бағдарламаға қатыстыңыз. Содан кейін бір әншілікке кету туралы ойлар болған жоқ па? Шоу-бизнеске бару туралы? Жоқ, ондай болған жоқ. Просто енді соған қатысу керек болды. Спортшылардың атынан қатысу керек болды. Неге десеңіз, спортшыларымыздың көбісі жарыстарда болды, дайындықтарда болды. Сосын ешкім бос болған жоқ. Енді мен боксты қойғасын, мен өзім бос жүргесін, мені шақырды, соған қатысып беріңізші деп. Сол қатысуға тура келді. Жалпы өзіңіздің біз білмейтін басқа қандай хоббиларыңыз бар? Қандай өнеріңіз бар деп сұрасақ та болатын шығар. Осы уақытыңызда немен айналысасыз? Осы уақытында енді айналысатын шаруалар көп, үйдің шаруасы бар, басқа да шаруалары бар деген сөз. Енді қазір таңда енді Ақтауда жүргесін, басқа енді оны уақыт өткеннен кейін бұйырса бір естіп жатарсыздар, көріп жатарсыздар. Жалпы енді жақсы жоспарларымыз бар. Енді адам іске асырмай тұрып айтқан болмайды. Мына жерде Назым Қызайбаймен деп сұрағын аяқтамаған екен. Мен жалпы осы туралы Назым Қызайбай дегеннен шығады. Естіліп тұр ма? Иә. Әйелдер боксын көресіз ба деп сұрап жатыр едім. Жалпы қазақ әйелдерінің боксын, олардың даму үрдісін қалай бағалайсыз? Енді бірақ өзім қарсымын негізі қыз балаларына бокстасқан. Бірақ қазір енді құрама команда біздің қыздарымыз жақсы нәтижеде. 2 дүркін, 3 дүркін әлем чемпиондары бар мысалы. Мынадай сұрақ қойып жатыр екен. Футболшы болу туралы ой жоқ па деген сұрақтар келіп жатыр. Демек футболмен де айналысасыз ғой? Мен негізі шұғылданып жүрген. Жалпы футболды өзім жақсы көремін, ойнағанды жақсы көремін.
футболға жалпы қызығам. Мгм. Енді ондай Аха. жалпы футбол енді болашақта ә, дамыту жағынан әрине атсалысамыз. Құдай қаласа өзіміздің осы Ақтаудан жақсы команда шықса екен әлемдік деңгейде деп. Қазіргі таңда әлем бойынша енді футбол қазір бірінші орында тұр ғой. Сондықтан Иә, аха. өзіміздің Қазақстаннан шыққанын жақсы көреміз, қалаймыз өзімізді. Сіз футболшы болуыңыз мүмкін ба? Жоқ, біз өзім тек любитель ғой біздікі. Аха, солай сұрап жатыр екен. Мына жерде бір әдемі сұрақ келіп тұр. Өзіңіздің қарсыластарыңызбен, әсіресе жаңағы өзге елдің азаматтарымен хабарласып тұрасыз ба дейді. Кіммен? Өзіңіздің қарсыластарыңызбен, мысалы Олимпиадада кездескен шетелдіктермен, шетелдік спортшылармен байланыстасыз ба? Иә, әрине. Лакрузбен мұнда да көрермендеріміз сұрақ қойған екен. Иә. Поле Лакрузбен хабарласып тұрасыз ба? Жалпы Инстаграм арқылы хабарласып тұрамыз. 2012 жыл финалда ұтылған жаңағы ресейлік боксшы Егор Михонцев, онымен де хабарласып тұрамыз былай. Өзіңіздің бокс өнерінде кумиріңізді кім деп есептейсіз? Кімді кумир тұтасыз? Енді мен кумир деп ешкімді тұтпаймын, бірақ біздің қазақ боксшылар ағаларымыздың атынан мысалы үлгі алдық. Кезінде мысалы Серік Қонақбаевтан бастап ағаларымыздан мысалы Бақтияр Артаев, Ермахан Ибрагимов, Ердос Жанабергенов өзіміздің ағамыз, марқұм Бекзат Саттарханов, Серік Сәпиев, осы ағаларымыздан қарап үлгі алдық. Бірақ кумир тұтам деп ешкімді айта алмаймын. Жақсы, құрметті біздің оқырмандар, естеріңізге тағы да сала кетейін, бізде драйв жобасының аясында боксшы, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері, құрмет орденінің иегері және жартылай салмақта 2012-2016 жылдары жазғы Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбетов болды. Бізбен сұхбатқа келіскеніңіз үшін, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін сізге көп рахмет айтамыз. Сөз соңында жалпы Түркістан жастарына деген өзіңіздің лебізіңізді, сөздеріңізді тыңдасақ. Жалпы барлық спортшыларға, барлық жастарға әлде де дайындалу керек, мықты болу үшін. Әр зат чемпион болып, келесің боксқа барып чемпион болып кету ол оңай зат емес. Әр заттың өзінің қиыншылығы бар, сол қиыншылықтан төзіп білу керек, шыдап білу керек. Ең бастысы бапкердің айтқанын тыңдап, жаттығуға ерте барып, кеш қайту керек. Сонда Алладан сұрап, сонда жететіндеріңе жетесіздер. Рахмет көп. Өзіңізге де жеңістер тілейміз, жақсылық тілейміз. Бізбен эфирға кіргеніңіз үшін, жалпы өзіңіздің ой идеяларыңызбен бөліскеніңіз үшін көптен көп рахмет айтамыз. Жақсы, рахмет. Сіздерге де рахмет. Сізге де рахмет. Сіздеріңізге жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Рахмет көп. Өзіңізге де сәттілік.